Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанара Сәрсенқызы. Наурыз мейрамы айналандағы адамдармен қуанышты бөлісудің тамаша мүмкіндігі. Мейрам аясында Қажылғызы Алматы қалалық филиалының мамандары кішкентай алматылықтар мен олардың ата-аналарына қуаныш сыйлап, мүмкіндікті шектеулі балалардың ата-аналары қауымдастығының өкілдері қонаққа шақырды. Алдын ала ұйымдастырылған шараға аталған қауымдастықтан 7 тәрбиеленуші қатысты. Олар үшін арнайы ойын-сауық бағдарламасы әзірленіп, мерекелік көңіл-күй сыйланды. Өз кезегінде Астанадағы институт қызметкерлері елордада тұратын көп балалы отбасыға Наурыз мерекесіне орай жағымды тосын сый жасады. 6 бүлдіршінмен жертөледегі жалдамалы үй-жайда тұруға мәжбүр болып отырған отбасын институт өкілдері Наурызбен құттықтап материалдық көмек көрсетті. Арнайы осы мақсатта күнделікті тұрмысқа қажетті азық-түлік пен нәрестеге қажетті бұйымтайлар сатып алынып, отбасыға тапсырылды. Еліміз автожолдардағы өлімге мүлдем төзбеушілік қағидатына негізделген Vision Zero халықаралық бастамасын жүзеге асыру бағытында жүйелі қадамдар жасауда. Осыған орай институт мамандары Стокгольмдегі Swedish National Road Consulting ұйымында жол қозғалысын қауіпсіздігін және Vision Zero тұжырымдамасын енгізу бойынша оқудан өтуде. Қажылғызы отандық өндірушілерді өнімдерін унификациялауға шақырады. Бүгінде автожол саласы нарығында тауарлардың шамадан тыс көп болуы байқалуда. Бұл өз кезегінде олардың сапасына әрдайым оң әсер ете бермейді. Сарапшылардың пікірінше, кәсіпорындар жергілікті топырақ түріне немесе жергілікті табиғи ерекшеліктерге арналған материал өндіруге мамандануы қажет. Қажылғызы, Қазавтожол және Қажсервис қызметкерлері ресурстық әдісті қолдана отырып автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстау кезіндегі баға белгілеу және сметалық іс тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Оқыту барысында қатысушылар жол жұмыстарының құнын есептеудің заманауи тәсілдерін игерді. Институт жол саласының мамандары үшін өзекті курстарды ұсына отырып, біліктілікті арттыру бағдарламасын белсенді дамытуда жалғастыруда.